Электрика саласына арналған тест сұрақтары. Бірінші сұрақ. Электрлі кабельде жасыл түсті сым бұл: А. 0, Б. Фаза, С. Жерлендіру, Д. Дұрыс жауап жоқ. Дұрыс жауап жерлендіру. Екінші сұрақ. Сұлбада электрлі шам қалай белгіленеді? Дұрыс жауабы А. Суретте қандай белгі? Дұрыс жауап қысқа тұйықталу. Төртінші сұрақ. Электрлік тізбектегі электр ток ағынына кері әсерін тигізетін физикалық шама. Дұрыс жауап кедергі. Бесінші сұрақ. 3000 ватт өлшемі бойынша қанша киловатт болады? Дұрыс жауабы 3 киловатт. Алтыншы сұрақ. 1500 ватт өлшемі бойынша қанша киловаттқа тең болады? Дұрыс жауап 1,5 киловаттқа тең. Жетінші сұрақ. Қуаты 7000 киловатт тартатын электрлі аппаратқа қандай автомат қойған дұрыс? «32 амперлік автомат». 220 вольт желісінде 16 амперлік автомат қанша қуатқа дейін шыдайды? Үш бүтін оннан 5 киловаттқа дейін. 9. Сұлбада не бейнеленген? Дұрыс жауабын комментарияға жазыңыздар. Ал енді 10-шы сұрақ. Бөлмеде бір ажыратқыш пен жарық шам бар. Жарық шам әрдайым жанып тұрады, ал ажыратқыш қосқанда автомат істен шығады. Бұл неден? Бұны да комментарияға жазыңыздар.